Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге керемет кремнің рецептін ұсынамын. Бұл креммен торттың сыртын қаптауға болады, және де тортты әсемдеу үшін әртүрлі гүлдер шығаруға болады. Формасын өте жақсы ұстайды. Видеом ұнаса лайк қойып, комментарий бөлімінде өз ойларыңыз бен пікірлеріңізді қалдыруды сұраймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де осы видеоны поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісуді сұраймын. Ең алдымен бізге жұмсақ бөлме температурасында бірнеше сағат тұрған жұмсақ сары май қажет болады. Жұмсақ сары май, сүзбелі ірімшік және қант ұнтағы. Ең алдымен жұмсақ сары майды аппақ түске енгенше 3-4 минут шамасында миксерлейтін боламыз. Одан кейін сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын қосып, тағы да 1 минут шамасында миксерлейтін боламыз. Қант ұнтағы сүзбелі ірімшікпен жақсылап араласып, біркелкі болуы қажет. Енді барлық қоспаны бір-бірімен жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін креміміз дайын деп айтуға болады. Бірақ мен бұл кремді розовый түске бояйтын боламын. Осындай жирорастворимая красканы қолданамыз. Бұл кремдерге, яғни арасында құрамында май қосылған кремдерге тек жирорастворимая краска қолданған дұрыс. 4-5-6 тамшы краскамызды қосып, яғни бояғышымызды қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Креміміз дайын, өте осындай үлпілдек, нәзік болып шығады. Осы кремменен торттың сыртын қаптауға да болады, және де осындай насатканың көмегімен бетіне әртүрлі әсемдеу үшін гүлдердің узорын шығарсаңыз болады. Менің видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет, сау болыңыз.